Достар, видеоның басында бір нәрсе айта кетейін. Біздің кешегі шыққан видео бар ғой, Квест в Москве деген. Сол киноға біраз авторский права келді. Оның біз біраз жерін қиып тастаған болатынбыз. Егер сіздер сол видеоның толық нұсқасын көргіңіз келсе, онда осы сілтемені басып біздің Telegram каналға өтесіздер. Және әрі қарай арқайын енді көре берсеңіздер болады. Өйткені мен айтылмаған біраз жерлер бар, соның барлығын айтып кеттім. Оны сіздер осы Telegram каналымнан көре аласыздар. Және киноның өзін көрем десеңіздер, онда тоже Telegram каналға салып қойдым достар. Описаниеде тұр, сілтемесі, соған басып, кіріп, тіркеліп, көріп кетіңіздер. Кейбір адамдарда селфиге деген құмарлық пайда болады. Олар ерекше селфи жасаймын деп, өз өмірлерін қиюға мәжбүр етеді. Бүгін біз сіздерге топ 10 ең қауіпті селфилерді көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Техастағы белгісіз бір адам бұқалар жарысына қатысу процесінде өзін видеоға түсірген. Сол жерде отырған көрермендердің бірі түсірген фотосурет интернетте пайда болды. Міне, суретте сол ақымақ адамды көруге болады. жылдың желтоқсанында мұхиттың үстіндегі шағын ұшақтан қозғалғышы істен шығып, мұхитқа тезірек қонуға мәжбүр болды. Және жолаушылардың бірі мұхитқа секіріп, осындай экстремалды селфи жасаған. Ал мына фотосуреттегі адамның соңғы селфи десек те болады. Жартастан суға сүңгу. Бұл табиғи биіктіктен суға секіруден тұратын экстремалды спорт түрі. Бұндай жерде суретке түсу өте қауіпті. Бірақ мына суреттегі адамдар үшін бұл селфи түк те емес. Барлығымыз лаваның не екенін білеміз. Адамдар лавадан қашатын болса, ал мына адам керісінше экстремалды фото жасағысы келеді. Мына жартуаз ерекше селфи жасаймын деп арқасын күйдіріп алған. Атақты саяхатшы және фотограф Ли Томпсон әлемдегі ең биік мүсіндердің бірінен ерекше селфи жасады. Бұндай селфи жасау үшін Бразилия үкіметінен арнайы рұқсат алу керек. Шынымен де ең ерекше және қорқынышты селфилердің бірі. Британдық жігіт Джеймс Кингстон биік кранға мініп өте қауіпті селфи жасады. Бір жаны ілініп тұрды. Ғарышкер Майк Хопкинс жөндеу жұмыстары кезінде орбитада керемет селфи жасады. Мына сурет барлығыңызға таныс болар. Австралиялық Терри Туферс алдымен көліктің ішінен торнадоны бақылап отырған. Одан кейін ол осындай ерекше селфи жасаған. Сонымен достар, бүгінге осы. Егер видео ұнаса, әрине лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.